Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз өте дамды наурыз көже дайындайтын боламыз. Мен 7 түрлі дән дайындадым. Соған күріш, арпа, тары, бидай, маш, жүгері және ас бұршақ, горох дайындадым. Және сүрленген етімді дайындадым. Оған сүрленген жылқы еті және қазы. Менің YouTube каналыма жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең бірінші кезекте етімізді суға салып, жақсылап қайнатып аламыз. Менде бұл жерде сүрленген ет, сондықтан тұз салынбайды. Дәміне қарай өздеріңіз көресіздер. Қайнағанша астын жоғары отта қойып, одан соң жай отта жақсылап піскенше, етіміз піскенше осылай қайнатып аламыз. Міне қараңыздар. 1-2 сағаттан соң осылай менің етім пісті. Май жақсы шықты. Етімізді алып, ендігі кезекте ұзақ қайнатылатын дәндерімізді саламыз. Оған жүгері, арпа, бидай және горох, яғни ас бұршағын салатын боламын. Осы дәндерді ұзақ уақыт қайнайды. Жай отта піскенше қайнатып аламын. Бидайымызды салып жатырмын. Осылай ұзақ уақыт қайнайтынымызды бірінші салып пісіріп аламыз. Осылай астының қайнаған сәтте қозғап отырамыз, өйткені астына қатып қалуы мүмкін, жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан бірнеше рет астын қайнап жатқанда қозғап тұрамыз. Жақсы қайнап жатыр. Біздің жүгеріміз пісті. Ендігі кезекте тез пісетін күріш, тары, маш, осы дәндерімізді салатын боламын. Осыны піскенше қайнатып аламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осылай жай отта 1 сағат немесе жарты сағатта пісетін болады. Ендігі кезекте еттерімізді турап дайындап қоямыз. Осылай барлық етімді турап аламын. Бұл етті наурыз көжеміз дайын болғанда саламыз, өйткені бұл толықтай піскен.
Бұл жерде қазы салсаңыздар да болады, немесе тек ет салсаңыздар да болады. Егер де еттеріңіз сүрленген болса, сорпасының дәмі өте керемет болады. Мұны барлығы пісті, менде енді етімді салатын болады. Енді көжемізді құйып, қонақтарымызға ұсына берсек болады. Өте дәмді наурыз көже, міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Ендігі кезекте айранымызды қосатын боламыз. Егер сорпаларыңыз майлы болса, 2-3 қасық салсаңыздар болады. Барлығыңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер, және менің YouTube каналыма комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қараңыздар, өте дәмді наурыз көжеміз дайын. Мен сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.